Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сендермен болған Жанат. Біз бүгін осындай мұз конфет дайындайтын боламыз. Және торттарды әрлеуге, және балалардың жеуге өте дәмді және өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз ең алдымен қантымызға глюкозный сироп қосамыз, азғантай, және азғантай су қосып, жай отта қайнататын боламыз. Микромдардың барлығын видеоның астында жазылып тұр. 5-10 минут қайнағаннан кейін міндетті түрде ағаш таяқшаны мұздай суға салып көресіздер. Егер жұмсақ болса, ол дайын емес. Егер қатып қалу қажет. Енді біз сиропымызға ақ краситель қостым. Мен қанық түс беру үшін қоспаса да болады. Осылай ақ свет қылып дайындасаңдар да болады. Енді мен үстіне розовый свет қыламын. Үстіне краситель қосамын. Азғантай краситель қосып, екеуін араластырамын. Және міндетті түрде силиконды үстіне құюымыз қажет. Палға не болмаса пергамент қағазға жабысып қалуы мүмкін. Осылай бір қасықтан құйып шығамыз. Өздеріңіз қалаған түстерін қосуға болады. Енді құйып болғаннан кейін ағаш таяқшамызды қойып шығамыз. Міндетті түрде қатып қалмастан бұрын қоюымыз қажет. Енді дұрыс құйылмаған жерін кішкентай қасықпен осылай түзеп жібереміз. Бұл өте тез жұмыс жасау қажет, және қатып қалған жағдайда газге тағы да ұстап аласыздар. Және 5-10 минутта өзі кеуіп қатып қалады. Осылай торттардың бетін сәндеуге болады. Және бұл жерде әріп жасағанда да болады. Және әртүрлі кондитерлік магазиндерде жеуге арналған моншақтар сатады. Сонымен сәндеуге болады. Өздерің қалауларыңыз бойынша. Міне біздің осымен конфетіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға жасап қуантыңыздар. Өте оңай, тез қатып қалады. Егер менің YouTube каналым ұнаған болса, төменде подписаться қызыл кнопканы баса кетіңіздер. Сендермен болған Жанат. Астарың дәмді болсын.